Менің каналыма қош келдіңіздер, қыздар. Бүгін бізде рецепт ашып кеткен, іріп кеткен айраннан не жасайтынымды көрсетемін. Ең бірінші осындай ыдысқа салып аламын іріген сүтімді, және де пешке баяу отта жай ғана қыздыратын боламын, қайнатпаймын. Үстіндегі творогты алып аламын, осындай ситаға салып қоямын, және де ситадан артық сулары шығады. Осы сывырткадан қазір біз булочки жасайтын боламыз. Булочкаға шым-шым тұз, және де 4 ас қасық қант қосамын. Барлық ингредиенттердің барлығын астына описаниеға жазып қоямын, қанша грамм екенін, және де ашытқымды салатын боламын. Жұмыртқаны бөлеміз, сарысын қалдырып қоямыз, оның үстіне жағатын боламыз, және де ұнымызды қосамыз. Бізде осындай қамыр дайын болып шықты. Қамырды біз 1 сағатқа қалдырып қоямыз жылы жерге, ол осындай көтеріліп шықты, және де формасын келтіріп, болған біз начинкасын дайындаймыз. Начинкасы рецептін жазып тұрады описанияда. Енді оны сары уызбен жағып қоямыз, және де бауырсағымызды кесіп, және де оны пісіріп аламыз. Бізде осындай өте дәмді, жұмсақ, күшті булочки да шықты. Өте дәмді бауырсақтарымыз да шықты. Маған подписка жасап, және лайк қалдырыңыздар.